Армысыздар, сұлу ханымдар. Бүгінгі әңгіме қалыпты тері күтімі жөнінде болады. Қалыпты тері мың адамның біреуінде ғана кездесетін жағдай. Мұндай тері құрғақтық, майлы жылтыр және бөртпелер шығу деген проблемаларды білмейді. Әрқашан таза көрінеді. Тері тесіктері білінбейді. Дегенмен де қалыпты теріге де жақсы күтім керек. Мұндай тері күтіміндегі ең бастысы терінің құрғауына жол бермеу және тері тесіктерін бітеліп қалуынан сақтану. Қалыпты терін тазалауда жұмсақ көбік, мусс және майлылығы басым гидрофилді майлар мен сүтшелер қолданыңыз. Ал теріге тонус беру үшін сапалы тоник пайдаланыңыз. Қалыпты теріге де күніне 2 рет ылғалдандыру қажет. Таңертең және кешке ылғалдандыратын крем жағыңыз. Түнгі кремді аптасына 2-3 рет ылғалдандыратын маскалармен ауыстыруға болады. Теріні қорғау ең бастысы, сондықтан сыртқа шығарда міндетті түрде қорғанысы бар кремдер жағыңыз. Ал қосымша күтім ретінде скрабтар мен сарысуларды және үй жағдайындағы маскаларды ұсынамыз. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Кәдімгі қалуадан маска жасаймыз. 2 ас қасық қалуаны 2 ас қасық сумен жақсылап араластырамыз. 20 минут бет терісіне жағып қоямыз. Қалуа терінің терең қабатына еніп, ылғалдандырады, нәрлендіреді, жасушаларды қалпына келтіреді. Масканы жасамас бұрын қыздар аллергияға әуелі тексеріп аламыз. Келесі маска бізде ашытқыдан жасалатын маска. 20 грамм ашытқымен 2 ас қасық сүт керек. Сүтті сәл қыздырып аламыз да үстіне ашытқыны қосып араластырамыз. Қаймақ тәріздес болуы керек. Таза бетке жағып 15 минуттан соң жылы сумен жуып тастап, артынан нәрлендіретін крем жағамыз. Бұл маска майдың дұрыс бөлінуін қамтамасыз етеді. Теріге серпімділік береді, әжімдерді тартып жасартады. Келесі маска бізде грейпфрут маскасы. Грейпфруттың 2 бөлігін езіп, бір сарыуызбен араластырып, 15 минутке жағып қоямыз. Содан соң жылы сумен жуамыз. Қалыпты теріге келесі маскада жақсы нәтиже береді. Бір сарыуыз, 100 грамм қаймақ, жарты ас қасық өсімдік майы, 1 ас қасық бал, барлығын біртіндеп қосып араластырамыз. Содан соң жарты шай қасық лимон сөлін қосамыз. 15-20 минутқа жағып қоямыз да жылы сумен жуамыз. Келесі алма маскасы. Жарты алманы үккіштен өткізіп, 1 ас қасық бал мен 2 таблетка аскорбин қышқылын қосып араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15-20 минуттан соң жуамыз. Ханымдар, келесі видеода аралас терінің күтімі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.